Қалай келін не? Қиын шығыс бекен? Жаңаөзенге келе ма, Жаңаөзенге? Далалары? Бізде шөп ағашы ғой. Бізде бар ма екен? Өрім деген кімнің ойында бар? Біліп отырасың бәрі? Таң болды. Үйінде шайындар, таман дайындар жүр. Дайын бекен. Жүріңдер. Қолдарын шұққандар. Жүріңіз, мама. Отырайық, сосын батаңызды бересіз. Еріңіздің қойнына шай ішесіз. Самарикпен жау көріп. Арадымды шештерге сұмына істейсің. Ол, әлемді балаларымды жүр. Көп жемейсіңдер ма? Атамнан қалған өрік ағаштар. Шіркін. Қалайсыз жүресіз спокойно. Күші тату қояқты. Әділетке білем біраз деп тамақ қонша жей алмай отыр әділет. Әділет тамақ ішпейді деп ұрысып отыр. Үйленгеннен кейін шамал толатын шығар деп отырмыз енді. Берекет сияқты, дос сияқты. Береге сәлем айтып отқан? Берекет ме? Сәлем. Біз енді арық болсаң енді әдиядан көреміз. Әдия, қысқау үшін өзі жүйсін тамақ. Адияға дейін кәдімгідей толық қып бердік. деп айтады. Ертең көреміз. Қандай май беріп жатқан, құйрық май ма жоқ сары май ма қайсысы екенін көреміз. Думан молодец болды. Думан, іңкәр молодец деп қоймайсыз. Сіңір деп май бере керек болып тұр ғой. Бұрынғыдай емес, шамалы. Жақсы. Бико ағай ғой ол уже. Біреуінің сөзін естіп отқан. Мен де түсініп отқан жоқпын. Біреу мама, біреу жаман көп сөйлейді екен да. Сосын сөйтіп қасындағы серіктесін айтады дейді, кешіріңіз, миыңызды ашып жүрген жоқпын ба, көп сөйлеп десе, сөйлей беріңіз, мен сізді естіп отқан жоқпын деп айтады дейді. Рахат болып отыр ма сізге? Не айтып жатқан сөз отқан жоқсыз?